Anladım. Мерекуша, күйеуінен ажырасқан әйелдер әдемі болып кететін еді ғой. Қайтадан қосылғансың ба? Бірақ сен анау мирар деген креміңді жаққанның арқасында әдемі болып тұрсын деп тіпті артыңды жапқың келіп тұрған жоқ. Ал мынау кім? Қайғайстан президенті Жалғас. О, Жалғас. Сәлем. Сенің басың бос па? Бос. Мен сенің басында миың жоқ екенін білген. Миың болса, 3 адамға президент боласың ба? Бейтамам беріп өсіріп алайын ба? Мынау кім? Бұл кеше ғана киносы шыққан. Медетжан. Медетжан? Бұл не істеп отыр? Жүгіреді өді ғой. Бұл кино істетпей қалып стресте отыр. Мына қыз кім? Бұл Жазира Еркін. Гала деген стендапер жігітке 500 мың подписчик жинасаң, мен саған сөйлесуге мүмкіндік берем деген. 500 мың оқырман. Сөйлесуге мүмкіндік береді. Миллион жинасам не бересің? Жақсы. Ал мынау кім? Бұл автор, сценарист, режиссер, продюсер Дархан ағамыз. Сыйлайын. Кинода жүргендерді сыйлайын. Братан, айдаладан көріне бер. Мансараға не айтып кеттіңіз? Біз патшайымсыз ғой, коммунистсіз ғой. Мико, соны айтайшы демеме, ойнамайын. Құдай, маған че, кеп тұрған жоқ маған, қарашы. Кірімді мынау қара, вообще ұнап атқан жоқ маған. Қазір ашки салат қалтаң да жоқ, оңай атыр. Жоқ, сіз айыра соймансар аға? Мен жайдарман ойнамаған қай заман Ой, жайдарманды қоя берш, киномыз кеше анау Жезухан айырып атсыз миллиард жинап. Миллионерде қандай бәрін сендіріп ойбай. Айыра қойсыздар де? Бірақ сонда да айыр біз ойнайамай, давайте, не көрмәліңді. Осыны ойнап берсең сізге берем ғой деген бір 5 миллион теңгем бар еді. Не көрсем мен, ақшамен көндіріп алмақшысың ба? Жарайды көндім, қанша? 5 миллион ғой? Кеуат перевод? Жоқ, наличный бер. Болды, қарыстыр, ақша үшін. Так, не істеу керек, кіммін мен? Сіз Тамирис патшайымсыз. Мен Тамирис мынау кім? Бұл сіздің әкеңіз Ыспарға кеше ғана соғыста қаза тапты. Қабат деген ай, қазір мына жерде соғыс болады, анам қайда? Анаңыз өткендегі соғыста қаза тапты. Ана жақта. Онда, папа, Саня қалып жатсаң, ішбар мамам қасына. Суып кетеді, не армияға қарай.